Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсел. Менің каналыма қош келдіңіздер. Небәрі 3 қана жұмыртқадан тұратын осындай үлкен көлемде жақсылап әдемілеп көтеріліп пісетін пирогты бірге дайындайық достар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте керемет, әдемі болып шығады. Ең бірінші, ең алдымен осылай 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Керекті мөлшерде қантымызды қосып, жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Ешқандай өлшегіштің керегі жоқ. Осылай қасықтың көмегімен өлшеп сала беретін боламыз. Және де міне осылай жақсылап араластырып аламыз. Қант ерігенше қандай заттар керек, қанша көлемде керек, видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Міне қантымыз еріді. 4 қасық қант салдым мен. Және де енді осылай ас қасықтың көмегімен өлшеп 10 қасықтай мен майонез қостым. Егер сіздерде майонез болмаса, айран қоссаңыздар болады. Осылай айранды да 200 мг айран өлшеп қоссаңыздар болады. Және де міне енді 10 қасықтай майонезімізді қосып алып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай біркелкі жақсылап біркелкі масса болғанша дейін араластырып аламыз. Және айта кетейін, менің каналымда плейлист бар, сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Ал енді осылай 3 ас қасық сұйық май құйып алатын боламыз. Және де біркелкі болғанша дейін, біркелкі масса болғанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға осылай шай қасықпен 1 қасық разрыхителімізді қосып, осылай ұн елегіштен бірге өткізіп алатын боламыз. Сол кезде пирогтарыңыз жақсы көтерілетін болады. Осылай ұнмен араластырып қосыңыздар разрыхителді. Және де ұнды да мен 10-12 қасықтай қостым. Енді сіздер тестаңыздың көлеміне байланысты осылай қосасыздар. Орташа осылай қоюлық болу керек, қатты сұйық болмау керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне қоюлығы осындай болу керек. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ал енді осылай ыдысымызды жақсылап майлап алып, пирогымызды құйып, біркелкі етіп құйып аламыз әдемілеп. Содан кейін 180-150 градуста 30-25 минут пісіретін боламыз. Міне біркелкі пирогымыз пісті. Және де енді осылай жақсылап алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап жеңіздер. Міне қараңыздар, өте үлкен, биік, әдемі болып шықты. Және де тәттілігі де қатты тәтті емес, шаймен керемет үйлесетін пирог болып шықты. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.